Сәлем достар, Майдан арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы жалпы Қазақстандағы діни ахуал, оның ішінде түрлі діни радикалды топтар, діни экстремистік ұйымдардың қызметі және олар қаншалықты Қазақстанға қауіп төндіріп тұр. Оның ішінде соңғы қаңтар қырғынында олардың қаншалықты әсері болды. Сонымен бірге еліміздегі діни проблемаларды шешудің жолдары қандай? Міне осы сауалдарға жауап іздеп, біз бүгін студиямызға белгілі дінтанушы, теолог, радикалды топтар туралы, түрлі радикалды идеологиялар туралы бірнеше кітаптың авторы Асқар Сабдин мырзаны шақырған едік. Асеке, қош келдіңіз. Қош болдық. Ең алғашқы сұрағым, жалпы қаңтар қырғыны кезінде осы елдің билікке деген наразылығын өзінің мақсатына пайдаланғысы келген түрлі діни радикалды топтар болды деген әңгіме бар. Оны ресми билікте жанама түрде айтты, және сізге дейін осы студияда болған бірнеше сарапшы да айтқан еді. Жалпы сіздің ойыңыз қалай? Қаңтар қырғыны кезінде қандай да бір діни радикалды топтар бір белсенді ме? Әрине, бұл жерде діни фактор бар. Себебі бәріміз көрген бейнероликтерде де намаз оқып жатқан, Аллаху акбар деп тәкбір айтып жатқан, әртүрлі аккаунттарды, мына әлеуметтік желіде кейбір аккаунттарды қарасақ, сол діни радикализмге жақын көптеген тұлғалар сол бейбіт шараны, бейбіт митингті ұрлап алуға тырысты. Бұл жерде діни радикалды топтар, менің білуімше, белгілі бір күштер тарапынан құрал ретінде, бір хаустың құрал ретінде қолданылды. Ол қандай топтар? Енді о жерде екі негізгі топ айтылады. Біріншісі сәләфизм бағытының өкілдері. Берілген ақпарат та сондай ресми. Екінші жақтан Якин Инқар деген таблиғ жамағатқа байланысты бірнеше мүшесі ұсталды деген ақпарат тарады. Сондықтан осы екі топ, бірақ негізгі бұл топтар енді қуыршақ қой. Бұлардың артында менің ойымша белгілі бір элиталық күштер бар. Сол күштер осы бейбіт митингтерді қолданып, өз мүдделеріне осы топтарды қолданғысы келді. Менің білуімше енді негізгі топ, негізгі күш сәләфиттер болған. Ал енді Якин Инқарға байланысты 4-5 адам ұсталды деген ақпарат бар. Бұл жерде бұрыннан келе жатқан бір сәләфизмді ақтау саясаты бар деп ойлаймын. Себебі елімізде жалпы менің радикал террористермен кездесуім өте көп болған. 1000-дан астам, 1600. Сол теракттардың барлығын 100% дерлік сәләфизм жетегінде кеткен азаматтарымыз жасаған. Бұл жерде де жалпы мына соңғы 15 жылдың ішінде сәләфизмді ақтау бір процестері байқалады. Сонда Якин Инқарды неге айтып жатыр? Оқиғада да Якин Инқарды айту себебі оған бір назар аудартқызу, сәләфизмнен кішкене назарды басқа жаққа қарай бұру мақсатымен жасалды деп ойлаймын жалпы. Бірақ ол кісілер де бар, себебі ұсталды бірнеше мүшесі. Бірақ ондай сәләфизмнің өкілдері секілді көп емес. Сондықтан бірақ негізгі басым күш сәләфиттер деп ойлаймын. Жалпы бізде мына ислам тану саласында қалыптасқан бір стереотип бар. Қазақстандағы сәләфиттер 3 топқа бөлінген деп. Мадхалиттер, сурриттер және такфириттер, немесе такфирит джихадшылар деп 3-ке бөледі. Бірақ бұл жерде бір қосылатын нәрсе бар. Сурриттер бізде нақты жоқ деп айтуға болады. Себебі Мұхаммад Сурур бұл Сауд Арабияның бір азаматы, кезінде патшаға қарсы шыққан. Бізде ондай саясат ұстанатын адамдар жоқ. Бізде Египеттің Александрия қаласында оқыған, сол жердегі Хизбун Нур деген салафи саяси партия бар. Сол партияның әдістерін жақсы меңгерген, олардың ішінде конспирация әдісі, бағанағыдай саяси конъюнктураға қарай әрекет жасау деген осындай Александрия сәләфиттерінің шәкірттері бар деп айта аламын. Сол көзқарастарды, сол әдістерді қолданатын бізде сәләфиттер бар. Кезінде олар тікелей сол Хизбун Нурдың көсемдері бар, немесе ад-дауа сәләфия деп аталатын қозғалыстың көсемдері бар. Ясир Бурхами, Мұхаммад Исмаил Мұқаддим, Ахмад Фарид секілді тұлғалардың мақалаларын, кітаптарын осы біздің Қазақстанда жайған кезінде. Кейінірек мына сәләфизмнің
аты бағанағыдай бір Жаман аты шыға бастаған жаман аты шыға бастағасын, терактілерге аты аталыға басталғасын, бұл кісілер конспирация ретінде Ханафи мазхабын немесе Матурidi ақидасын ұстанамыз деп көрсете бастады. Бірақ өз араларында сол баяғы сәләфизмнің негізгі идеологиялық ұстанымдарын таратып жүрді өз араларында. Сондықтан Сіз бұл жерде Мұхамеджан Тазабековті меңдеп жатқан жоқсыз ба? Ол да мен адастым, жаздым, жаңылдым, жолымнан адастым деп былтыр ғана мен жалпы әдісім тұлғаларды көп талдамаймын. Көбінесе бір құбылыстарды, бір тренд, тенденциялар талдауға тырысам. Тенденция ретінде ондай кісілерді мен көрдім. Александриялық сәләфиттердің әдістерін қазіргі таңда белсенді түрде қолданып жүрген сәләфиттер бар. Яғни былай конспирация жасап, өзінің көзқарасын жасырып, бірақ іштей біз көріп тұрамыз. Себебі оның исі ешқайда кетпейді. Жалпақ тілмен айтқанда тыңшы, шпион сияқты әрекет етеді. Әрине, енді былай ғой, Мысыр жалпы ол репрессиясы көп болған ел. Кезінде президенттер өлтірілген діни фанатиктер тарапынан. Сондықтан бұл репрессияларының ішінен өз қызметін атқара білетін жалғыз сәләфиттік топ сол Александриялық сәләфиттер деп айтуға болады. Матхализмде прозелитизм көбірек басым. Яғни басқа адамдарды үгіт насихат арқылы тарту, мысалға немесе қажылыққа апару арқылы прозелитизмді насихаттау бағанағы оларды сәләфизмге тарту болса, бұл сәләфи, Александриялық сәләфиттерде саяси әдістер басым. Олар не дейді? Қандай? Билікке келгеннен кейін бұл таухидты, бұл ұстанымды жаямыз. Мына халықтың ұстанып жатқан бидғат, күпір, ширкпен сол кезде күресеміз. Оған дейін біз конспирация әдісімен өзіміздің наным сенімімізді жасыру керекпіз. Бірінші билікке жетіп алайық. Жақсатты көрініп, билікке жету керек дейді ғой, иә? Бұл кісілерде саясат діннен ілгері тұрады. Мен ол кісілердің бірнеше мысалға араб тілінде жазылған бір еңбек бар. Мешіттен парламентке дейін сол Александриялық салафиттердің эволюциясы мен трансформациясы туралы жазылады. Қалай бұл кісілер мешіттен шығып, одан кейін белгілі саяси конъюнктураға сәйкес конспирация жасап, ең соңында беттерін ашып, мына төңкерістен кейін, араб көктемінен кейін біз сәләфиміз, әна сәләфи деген сайт ашып, бағанағы платформаларды ашып, одан кейін өздерінің бетін ашқан. Көрдіңіз ба? Бұл туралы ол кісілердің көсемдері кезінде, Муаммар Қаддафидің кезінде, Ливияда да сондай әдісті қолданған. Сол үшін бұл жерде сәләфизмнің мына саясат арқылы тарауына жол берген негізгі ағым, негізгі топ, олар Александриялық салафиттер. Ал сол Александриялық салафиттер бізде көп пе? Бізде негізгі саяси тұрғыдан сурурит деп айтылып жүр ғой, сурурит. Көп деп айтуға болады. Бұлардың біразы кейбір бастамаларын тіпті мемлекетке енгізіп та болды. Мен кезінде бұны талай үлкен алқалы жиындарда айтқанмын. Мына тіпті сәләфиттерді мына өзіміздің жасап жүрген оңалту, дерадикализация саласына да енгізіп болған кезінде ол кісілер. Біз радикалдарды қайтарамыз, біз террористерді, джихадшы, такфирші болған радикалдарды біз байсалды, умеренный салафит қыламыз деп мемлекетке сондай концепция дәлелдеп берген. Мемлекет біраз жылдар бойы осы концепциямен жұмыс істеді. Мен Ақтөбеде 5 жыл жұмыс істедім. Сол Ақтөбеге кезінде сол концепцияның шеңберінде Саид Бурятский деген Ресейдің террористі әкелінді. Мешіттерде уағыз айтты. Кезінде сол бағанағы саяси сәләфиттердің ұстаздары, мысалға айтарлық бұрынғы Астанадағы Шұбар мешітінің имамы Ибрахим Тайыржан түрмелерді аралап уағыз айтып жүрді. Біздің радикал террористер өзі салафит бола тұра, осындай өздерінің инициативаларын, бастамаларын мемлекетке ұсынды, осында бүкіл жаққа жарып. Дарын Мұбаров та сол кезде ерекше белсенді болды. Ол кісі де кезінде Ақтөбеге барып, Қандыағашта уағыз айтты. Мен оны жақсы білемін. Мысалға Ринат Зайнуллин деген бар, ол кісілер де келіп Ақтөбедегі кейбір мешіттерде уағыз айтты. Көрдіңіз ба? Бұл жерде бағанағы бір концепция, умеренный, байсалды салафит, радикалды салафит деген сол салафизмді екіге бөлу арқылы бір концепция ұсынылды. Бұл әрине теологиялық тұрғыдан бұл қате концепция. Себебі Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың тікелей кітаптарын талдаған біз не көреміз?
тікелей такфирді көреміз. Ей Осман ибн Аммар, сен кәпірсің деген. Ей Ибн Файруз, сен кәпірсің. Ей Ахмед, сен кәпірсің деп Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың тікелей жасаған такфирлері бар. Басқа кісілерді такфирмен айыптау былай тұрсын, ол кісі өзді мен кезінде білім талап еттім. Ол кісінің Ад-Дурарус Сания фил Аджубати Надждия деген үлкен архиві бар. Сосын Ибн Ғаннамның Тарих Нәжд деген кітаптары бар. Міне осы кітаптарды мен зерттеуші ретінде талдадым. Сол жерде Мұхаммад ибн Абдул-Ваххаб тіпті өзінің бұрынғы өміріне күпірлік деп айтқан. Мен исламды білмедім, мен ла илаха иллаллах деген сөздің мағынасын білмедім, және менің ұстаздарымда бұл ла илаха иллаллах деген сөздің мағынасын білген жоқ, ислам деген сөздің мағынасын білген жоқ, яғни бұлар кәпір болды деген ибаралар толып жатыр. Жеке тұлғаларға. Сондықтан бұл жерде байсалды деген салафиттеріміз келіп біз радикалды салафиттерді байсалды қыламыз деген әңгімелер бос. Неге? Себебі Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың кітаптарын тереңірек зерттеген кез келген салафит келеді айтады, мына кітапта Мұхаммад ибн Абдул-Ваххаб міне былай айтып жатыр. Сен неге такфир жасамайсың? Сен неге тағут жасам? Сен ман лам юкаффирил кафира ау шакка фи мазхабихи ау шакка фи куфрихи ау сахха мазхабаху фақат кафара деген Навақидул Ислам деген еңбегі бар. Кімде-кім кәпірді кәпір демесе, немесе оның күпірлігінде күмәнданса, немесе оның ұстанған мазхабы дұрыс деп есептесе, ол адамның өзі кәпір болады деген қағидалар қойған бұл адам. Яғни олар үшін кәпірлер кімдер? Ол кісі үшін, Мұхаммад ибн Абдул-Ваххаб үшін және оның жақтастары үшін сол ақиданы ұстанбайтын кез келген адам кәпір болып есептеледі. Заманында, мен сізге айтайын, ол кісілер мұсылмандардың ең қасиетті қалалары Мекке, Мәдина, Таиф, бағанағыдай басқа да Ар-Рияд қазіргі астаналар, солардың бәріне жихад жариялаған. Бұлар кәпір деп. Бұларға қарсы ғазауат жүргізген. Діни терминдердің барлығы. Бұл қалаларды фатх жасаған, яғни алған, діни тұрғыдан алған, және ішіндегі халықты кәпір деп есептеген. Мысалға бұл кісі Осман ибн Аммар кезінде Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабқа қамқоршы болады. Бірақ кейін саяси себептермен Мұхаммад ибн Абдул-Ваххаб басқа жаққа кетіп қалады да бұл кісіні қарсылас оппонент ретінде жариялайды. Содан кейін ол бағанағы Дурарус Санияда жазылады. Ол кісі Осман ибн Муаммардың кәпір екендігі бізге айқын дәлелдермен дәлелденді дейді. Содан кейін біз оны мынандай жылы Шағбан айының мынандай жұмасында намаз оққан жерінде бауыздап кеттік дейді. Міне бұл қазіргі таңда мына үлгі ретінде Мұсылман адам үшін осыны үлгі қылып тұр ғой. Әрине. Сондықтан бұл байсалды сәләфит, немесе радикалды сәләфит деген әңгіменің бәрі бос. Біз өзіміздің заманымызға және көпшілігіміз білетін фамилияларға қайта оралайық. Демек, жаңағы сіз жоғарыда атап кеткен адамдар еркін идеологиясын жүргізді осы жерде. Олар тіпті керісінше діни радикалдарды бетін қайтарудың орнына оларды одан әрі санын көбейтуге белсене атсалысты және оларға ешкім кедергі келтірген жоқ. Яғни сіз өзіңіз жиі айтып жүргендей салафизмнің, Қазақстандағы салафизмнің қорғанышы, шатыры жоғары билікте болып тұр ғой. Әрине, мен сізге айтайын, бұл жалпы бүкіл ислам мемлекеттеріне тән құбылыс, өкінішке орай. Себебі мұсылман әлемінің артта қалуына бірінші себеп осындай өлім шашып жүрген идеологиялар. Бұлар несімен ыңғайлы? Біріншіден, бұндай деструктивті идеологиялар тек қана авторитарлық, диктаторлық жүйелерді ғана қабылдайды. Мысалға, сәләфизмде ең саясатқа жақын емес тобын алсақ, мадхализмді алсақ, сол кісілердің сенімінде билікке келудің екі-ақ жолы бар. Біріншісі ахд дейді, мұра. Яғни билік әкеден балаға, ағадан ініге өту керек. Олардың түсінігі бойынша бұл легальды, заңды билік болып есептеледі. Екінші биліктің түрі ол хаким мутағаллиб. Хаким мутағаллиб дегеніміз күшпен төңкеріс жасап, переворот жасап, билікті қолына алған басшы. Үшінші вариант жоқ. Бағанағыдай сайлауға түсу, демократиялық түрде билікке келу, ондай нәрсе жоқ. Көрдіңіз ба? Сол үшін кез келген автократияны аңсайтын, диктаторлықты аңсайтын,
бүкіл билікті бір қолға алатын тұлғаларда осы сәләфизм қолдану несі бар, ұмтылысы бар. Кез келген ислам мемлекетіне бұл болады. Осылай. Мынандай басқа ағым өкілдері қылмыс жасаған жоқ. Түрмеде өкілдері жазасын өтеп жатқан жоқ. Оларға тыйым салынады да, мұншама теракт жасаған. Қаншама бағанағы біздің жастарымызды шетелге алып кеткен идеологияға келетін болсақ, ағымға келетін болсақ, оған бағана шаң жұқтырмайтын біздің кейбір адвокаттар бар. Бұл адвокаттар тағы да айтады, элитаның ішінде бар. Себебі элитаның ішінде ондай адвокаттар болмаса, мемлекет баяғыдан бұл ағымға тыйым салатын еді. Мысалы, Тәжікстан мемлекеті сәләфизмге тыйым салды. Идеология ретінде емес, бір пікір, идея ретінде емес, бір саяси ағым ретінде оны қабылдап, ресми түрде оған тыйым салды. Демек, ұлттық қауіпсіздік комитеті күні бүгінге дейін сәләфизммен күрескен жоқ деген ой туа ма бұдан? Сәләфизммен күресті. Сәләфизммен күресті. Біз де көріп күресіп жатырмыз. Біз сол сәләфизммен күресудің бір көрінісіміз ғой. Қоғамға көрсетіліп жатқан. Міне осындай күрескен түрді танытып жатыр. Бірақ негізгі мен сізге айтайын, ең эффективті дейміз ғой. Тиімді. Ең тиімді күресу жолы ол құқықтық тұрғыдан тыйым салу. Мысалға, Хизбут Тахрирге Қазақстанда тыйым салынды. Ол ағымның қызметі толықтай тоқтады деп айтуға болады. Таблиғи жамағатқа. Таблиғ жамағат мен сәләфизммен көп жағдайда салыстырам. Таблиғи жамағаттың өкілдері мына сәләфиттер секілді теракт жасаған жоқ Қазақстанда. Адам өлтірген жоқ. Дегенмен оларды экстремистік топ ретінде қабылдап, экстремистік ағым ретінде қабылдап, қазіргі таңда олардың қызмет толықтай тоқтап тұр. Мынандай бір мақала жазғам. Діни экстремизммен күрес, мынау наркобизнес дейді ғой. Наркобизнеспен күрес секілді. Заңды тұрғыдан қарайтын болсақ, бүкіл мемлекеттер күресіп жатқан секілді. Бірақ фактически келетін болсақ, бұл сауда жүріп жатыр. Элиталардың арасында жүріп жатыр. Көрдіңіз бе? Бұл жерде де сондай. Бұл құбыжық діни ағымдарды қолданып, біріншіден қоғамды қорқыту. Екіншіден бағанағы төңкеріс кезінде оларды пайдаланып кету. Себебі бұл деструктивті ағымдардың саяси пікірі де дұрыс емес. Патша Құдайдың жердегі көлеңкесі, патша оның жердегі Құдайдың жердегі уәзірі, патшаға қарсы шығу, Құдайға қарсы шығумен тең дейтін қағидаларды осыған негізделіп отыр. Осы стереотиптер, жалпы билік концепциясы қазіргі біздің мына мұсылман үмметінің ішінде тараған билік концепциясы тікелей сәләфиттердің өнімі, сәләфиттердің идеологиялық өнімі. Билікті сакрализациялау. Біріншіден, демократиялық түрде сайланған билікті мойындамау. Бағана айтып кеттім, ең саясатқа ұзақ болып есептелетін Мадхалиттердің көсемдері бар. Шейх Раби ибн Хади аль-Мадхали. Ол кісінің Хуррияту Раи деген мақаласы бар. Ол жерде айтады, демократия, зайырлық дегеніміздің бәрі ширкке, көп құдайлыққа, күпірлікке, үлкен күнәнің бәріне апаратын жол деп мақала жариялаған. Мен бұл мақаланы өте үлкен жиындарда оқыған едім. Бұл ең байсалды болып есептелетін сәләфизмнің, ең сабырлысының бағанағы көзқарасы. Сондықтан бұл біріншіден сәләфизм демократиялық тұрғыдан билікке келген билікті мойындамайды. Оны тағут ретінде жариялайды. Тағут дегеніміз шайтани бір жүйе ретінде жариялайды. Екіншіден, переворот арқылы, бағанағы төңкеріс арқылы, революция арқылы келген билікті сакрализациялайды және оған толық абсолютті билікті тапсырады. Патша Алланың жер бетіндегі көлеңкесі деген бұл ойдан тоқылған жалған хадис бұл. Пайғамбарымыздың сөз деп айту харам болып есептелетін хадис та бұл. Мауду хадис болып есептеледі. Өкінішке орай бұған бірнеше рет мен ескерту жасадым. Осындай хадисті оның тоқыма екендігін айтпай жеткізу халыққа бұл харам іс болып есептеледі. Айтқан молдалар харам ғой онда? Әрине. Себебі ол мауду хадис біріншіден. Екіншіден ол біздің ақида тұрғысынан сәйкес емес. Құдайдың көлеңкесі болмайды. Құдай бір материя емес, көлеңке түсіретіндей. Көрдіңіз ба? Үшіншіден, бұл бағанағы кезінде автократиялық кейбір династиялар болған, монархиялар болған ислам тарихында. Солардың билікті сакрализациялау үшін ойлап шығарған хадистері.
билікті сақтап қалу үшін бағанағыдай көптеген әдістерді қолданған. Мысалы тағы бір әдісті айтып кетейін, жабір деген концепция бар. Құдайдың тағдырына мойынсыну, ол біздің мұсылмандардың иман шарттарының біреуі. Бірақ бұны билікті сакрализациялау үшін кезінде кейбір монархиялар қолданған. Не деген? Біз билікке келуіміз дейді, бұл Алланың жазмышы. Сіздер егер бізге көнбесеңіз, демек сіз Алланың жазмышына, тағдырына көнбей жатсыздар деген. Қарсы шықтыңыз, Аллаға қарсы. Аллаға қарсы шықтыңыз дегеніңіз, ол сіздер иманның бір шартын жоққа шығардыңыз. Жоққа шығарғаныңыз, демек сіздер де сол күпірлікке жақынсыңдар деп, сондай бір фаталистік бір көзқарас енгізеді. Өкінішке орай. Сондықтан осындай спекуляциялы, жалпы мына мен кейін кезде де айтып жүрмін, исламдағы саяси концепцияны, саяси ойды, пікірді дамыту керек. Қазіргі заманға сай, заман талабына сай. Я орта ғасырда мүмкін демократиялық жүйе болмаған шығар. Мүмкін орта ғасырда кеңес құрылмаған шығар. Мүмкін орта ғасырларда қазіргі билік институттары жоқ шығар. Бірақ бұл қазіргі замандағы бағанағы бұл институттардың барлығы заңсыз, немесе шайтани жүйе, немесе Құдайға қарсы деп жариялау, бұл үлкен қателік болып есептеледі. Демек, салафиттер кез келген халық наразылығын, толқуын билікке өздері күшпен келуге пайдалануға ұмтылады ғой. Яғни сіздің қаңтар қырғында олардың да қатысы болды деудің бір себебі осы да жатыр емес пе? Осы да жатыр, әрине. Тағы да айтып кетейін, ана бағанағы ойымды жалғастырайын. Ислам мемлекеттерінде осындай час X дейді ғой орысша. Сын сағаты. Сын сағатта қолдану үшін осындай радикалды топтар сақталып отырылады. Яғни оларға белгілі бір жағдай жасалады. Себебі осындай бір сыни сағатта оларды алға шығарады. Көрдіңіз бе? Бізде елімізде мысалы 2015 жыл болу керек, 15 мың деструктивті ағым өкілдері бар деп айтылды. Ресми түрде Дін істері комитетінің төрағасы 15 мың салафит бар деп айтылды. Енді жұмыс жасау керек қой. 30-дан астам терактті жасады салафиттер. Мыңнан астамы Сирияға кетіп барып қайтып келді. Олардың бәрімен сөйлестік. Олардың бәрі біз Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың ақидасын ұстандық. Бұл жақта да ана жаққа Сирияға барғаннан кейін де біз 3 негіз, 4 қағида, Китабут Таухид, Кашфу Шубухат секілді, Науақидул Ислам секілді кітаптарды оқыдық дейді. Яғни идеологиялық дүниетаным бірдей. Бұлардың бәрі келді. Бірақ соның өзінде салафизмге ешқандай құқықтық шара қолданылмады. Яғни осы уақытқа дейін Қазақстанда жасалған 30-ға жуық террорлық әртүрлі шабуыл болсын, түрлі оқиғаларда негізінен салафиттер жасады ма? Олардың әрине. Мен енді мысалы пайызбен қанша? 98% деп айтады. 98% лаңкестік шабуыл. 99% лаңкестік шабуыл және терроризм, экстремизм баптары бойынша сотталған азаматтарымыздың 98-99% салафиттер. Бұны мен 1600-ден астам террорист, экстремист, радикалдармен кездескен маман ретінде айта аламын. Сіз 1600-ден астам адаммен жолықтыңыз ғой. Олардың бетін бері қаратуға талпынып жүрдіңіз. Енді айтыңызшы, сол салафиттердің қанша пайызға шаққанда қаншасы райынан қайтты, өзгерді? Менің жеке бағанағы сарапшылық ойым бойынша 20%-дан біздің тиімділігіміз аспайды. Яғни біз 20%-дан аспайды. Мен өзімнің жазып жүрген хронологиям бар. Осы іске кіріскеннен бастап 2011 жылдың қазан айынан бастап мен хронологиям жазып жүрмін. Мынандай ежедневный күнделік дейді ғой. Күнделікте жазып жүрмін. Міне сол хронология бойынша менің жеке өзімнің жасап жатқан қызметімде 20%-дан аспайды қайтқан тұлғалардың саны. Яғни 100 адаммен кездескен болсам, тек қана 20-сына ғана мен бағана оң әсер ете алдым. 20% ғана көзқарасынан бас тартады дедіңіз. Әрине. Мен бұл сұрақты неге қойып отырмын? Бұған дейін ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында үлкен кәдімгідей лауазымды қызметте істейтін бірқатар тұлға кезінде Қазақстанда, Алматы қаласында жұмыс істеген Таиба деп аталатын Қазақ Араб колледжінде оқығаны, және кейін ол колледждің Қазақстан сотының шешімімен террористік радикализмді насихаттайды деген айыппен жабылғаны.
туралы жарияланды. Енді сіз айтып отырсыз, 20% ғана ол көзқарастан бас тартады деп. Енді сондай колледждерді, жаңағы терроризмді, діни радикализмді насихаттайтын колледжді бітірген адамдар діни басқармаға барса, бұл қалай болғаны? Енді біріншіден мен сізге сәләфизмнің инфраструктурасы туралы кішкене айтып кетейін. 90 жылдары біз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін діни идеологиялық вакуум пайда болды. Сол кезде мамандардың тапшылығынан елімізге көптеген сәләфиттік қорлар, көптеген мекемелер, оқу ордалары ашылды. Солардың ішінде Тайиба колледжері, соның ішінде Қазақ Кувейт университеті Шымкентте орналасқан, соның ішінде әртүрлі Әл-Харамейн, Әл-Иғаса, Әл-Уави, Ибрахим Әл-Барахим Әл-Хайрия секілді көптеген қорлар ашылып, осы сәләфизмнің инфраструктурасын бұлар ең алғаш қалады. Міне Алматыда Сауд Арабияның елшілігінің мәдени орталығы бар еді, культурный центр деген. Сол жерде де көптеген сәләфиттік көзқарастар жайылды. Ол кезде осы орталықта сәләфизм жайып жүрген тұлғалар қазіргі таңда біздің бір оңалту орталығында теолог болып жұмыс істеп жүр. Сол радикалдармен кездесіп жүр. Кезінде Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың кітаптарын оқытқан адамдар қазіргі таңда Сирияға барып келген жусандықтармен оңалту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол кім? Енді аттары ондай белгілі, интернетте бар, ол орталықтардың сайттарында да жазылып тұр, есептерінде де тұр. Қызығушылық танытқан адамдар, бәлки органдар өздері тауып алар дейсіз. Әрине, бұл жерде тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Мынандай бір ұстаным болды да кезінде. Мысалы, кез келген мафияны бағанағы жою үшін іштен жою керек деген бір криминалистикалық көзқарас басым болды. Яғни бұлар не деді? Сәләфизмді жою үшін сәләфизмнің ішіне біз кіру керекпіз, содан кейін сәләфизмді іштен біз жою керекпіз, іштен іріту керекпіз, іштен оны бағанағыдай талқандап жоқ қылып жіберу керекпіз. Бұл стратегия сенім шеңбері ретінде жарияланды. Кезінде мен бұл туралы да баяндама жасағам 2012 жылы. Бұл стратегия жүзеге асты ма бізде елімізде? Жүзеге асты деп ойлайсыз ба? Бұл стратегия керісінше сәләфизмнің жайылуына жол берді. Бұл туралы да мен 2012 жылы Астанада бір баяндамамда айтып кеткем. Біріншіден, ол сенім шеңбері Қазақстанның шеңбері емес. Себебі шетелде, таяу шығыста сол сәләфиттердің ең үлкен көсемдері отыр. Ертең сол көсемдер сырттан біздің елімізге белгілі бір пәтуаларын беретін болса, бұл сәләфиттердің барлығы бір күнде қарсы шығады. Халыққа, елге, билікке бір күнде қарсы шығады. Ондай болды ма? Болды. 2011 жылы Әл-Иснад деген сайтта Абу Мунзир Аш-Шанқити деген Иорданиялық сәләфиттік бір шейхтің пәтуасы жарияланды. Кейін ол кісі пәтуаны бермеген анықталды, Ген прокуратура ол туралы ақпарат жариялады. Дегенмен сол кісінің пәтуасымен бірнеше теракт болды. 2016 жылы Ақтөбедегі терактқа кім түрткі болды? ИГИЛдегі Абу Мухаммад Аднани не істеді? Дағуат жасады, яғни уағыз айтты. Бізге келе алмасаңдар, өз елдерінде теракт жасаңдар деп. Міне соның нәтижесінде бізде тағы да бір қанды қырғын болды. Сондықтан бұл жерде бұл яғни шет елдегі айдаладағы адамдар қазір осындағы өзінің жасырын әскерін басқаруға толық құзыреті болып тұр ғой. Мен сізге айтайын, бұл туралы мен сізге жалпы Қазақстанның мына діни алаңы сыртқы экспансияға ұшыраған толық. Мысалға мешіттегі жамағатты алсақ, оның бір бөлігі Саудияға байланылған. Мүмкін денелер мында шығар, бірақ мен әрдайым айтам, олардың бастары, жүректері, ақыл ойы, тыңдайтын уағызы, алатын бұйрықтары сол жақтан алады. Тағы бір белгілі жамағаттар, олар Түркияның көсемдерін тыңдайды. Тағы бір белгілі бір топтар, олар Пакистанды тыңдайды. Тағы бір белгілі топтар, олар Ресейдегі кейбір уағызшылар тыңдайды. Сонымен бізде діни тұрғыдан отарлау процесс жүріп жатыр. Экспансия жүріп жатыр. Сол экспансияға тосқауыл қою керек. Себебі кезінде біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тосқауыл қоя алмайды. Мына зайырлы мемлекетте мемлекет дінге араласпаймын деген мемлекетте діни басқарма болып аталатын мекеме
осы экспансияны, осы діни отарлау процесін тоқтататын бірінші мекеме болу керек. Ол үшін не керек? Ол үшін ғылыми құзырет керек. Ол үшін ғылыми заңдылық, легитимность керек. Жамағат неге назар аударады? Жамағат қазір шапан сәлдеге қарамайды. Шапан сәлдемен қарапайым халықты алдауға болады. Бірақ жамағат Құран оқи ала ма? Хадисті біле ме? Бағанағыдай кітаптарды оқи ала ма? Уағыз айтқанда тұшымды уағыз айта ала ма? Қазіргі болып жатқан әлемдегі ислам үмметіне байланысты сұрақтарға талдау жүргізіп жауап бере ала ма? Осыған қарайды. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Нахну ма'шарул анбия ла нурису динаран ва ла дирхаман ва иннама нурисул илм фал улама варасатул анбия" дейді. Біз пайғамбарлар дейді, динар, алтын ақша, күміс ақша мұра ретінде тастамаймыз. Біздің тастайтын бірақ нәрсеміз бар, мұра ретінде, ол ғылым. Сондықтан ғұламалар, олар пайғамбарлардың мұрагерлері. Бізге сол ғылым жетіспей жатыр. Сол экспансияны тоқтату үшін, сол идеологиялық отарлау процесін тоқтату үшін бізге не керек? Өзіміздің жергілікті мықты тұлғалар керек. Осы процесс тоқтату үшін. Біз төмен жақта түрмелерде, мекемелерде жұмыс жасап жүрміз. Бірақ біздің ахват дейді ғой, өте аз, өте тар. Жалпы бағана өте жоғары деңгейде. Жалпы ұлттық, жалпы мемлекеттік деңгейде. Мемлекеттік деңгейде бұл экспансияны тағы да айтайын. Зайырлы мемлекеттің шарттарында бұны жүзеге асыратын діни басқарма болу керек. Менің жеке ойым. Себебі қазіргі таңда өте маңызды бір мәселе бар, діни анықтылық. Осы діни анықтылықты мемлекет бермеу керек. Мемлекет заңдылықты беру керек. Правовое сознание дейді ғой. Ал діни анықтылықты қандай мазхаб ұстанасың? Діни тармақтардың ішіне қайсына кіресің дегендей нәрселерді діни ұйымдар беру керек. Ресми діни ұйымдар, ұйымдасқан діни ұйымдар. Діни басқарманың жұмысына көңіліңіз тола ма? Діни басқарманың жұмысы... Сіз атап өткен осындай мәселелер дайындалды. Мен енді діни басқарманың кейбір тұлғаларына сыни көз қарас білдіріп жүрген адамдардың біреуімін. Себебі мына бейнероликтерден көргеніміз, сол мекемелердің өз сайттарында, өз парақшаларында жарияланған кейбір ақпараттарды біз қараған кезде ол кісілердің мүлдем құзыретсіз екенін бақылап отырмыз. Яғни діни тұрғыдан ол кісілер легитимді емес. Мен бұны ең алғаш рет осыдан 2 жыл бұрын құрылтай болды. Сол кезде муфти сайланды деген хабар жарияланды. Енді сайлау деген сөздің өзінің мағынасы бар ғой. Сайлау болу үшін біріншіден бірнеше кандидат түсу керек. Бұл жерде бізде 30 жылда бір-ақ кандидат қана сайлауға түсті. Ол қандай сайлау? Біріншіден. Екіншіден, шариғатта және діни басқарманың жарғысында қойылған талаптар бар. Муфти деген қазы, имам, азаншы, осылардың барлығының шариғатта өзінің анықтамасы бар. Кез келген фикх кітабында бұл анықтамалар бар. Және шарттары бар, қойылатын шарттары бар. Кім-кім осы шарттарға сәйкес болса, ол муфти, ол имам, ол қазы деп болып есептеледі. Ал кім-кім бұл шарттарға сәйкес болмаса, ол кісі бағанағы дінді бір құбыжық ретінде көрсетті ертең. Сондықтан бұл жерде шарттарға сәйкес емес тұлғалар өкінішке орай бар. Шариғаттың да, жарғының да. Мысалға, сіз бас муфтиді шариғаттың және діни басқарманың жарғысының шарттарына лайық тұлға деп санайсыз ба? Санамаймын. Ол кісіге де ұсынғанмын. Себебі менің қолымда бір емес, бірнеше видеоролик бар. Бұл кісілер енді мешіттерде уағыз айтады, кейбір алқалы жиындарға қатысады, сол жерде аяттарды оқиды, хадистерді оқиды. Сол кезде менде сақталған кейбір роликтер бар. Ол роликтерде ол кісінің Құран оқу деңгейі мысалға медресенің 2-ші курсында оқып жүрген баланың деңгейінде. Мен енді Ислами университетте Құран пәнінен сабақ бердім. Кейде 1-ші курс оқып жүрген студенттердің оқу мәнері, бағанағы тәжвидпен, қираатпен оқу мәнері қазіргі біздің кейбір дін басы болып аталып жүрген тұлғалардан жоғары болып тұрады. Бұл әрине біздің еліміз үшін өте бір имиджімізге нұқсан деп есептеймін. Еліміздің имиджі. Сондықтан ол кісілерге мен бір ұсыныс жасадым.
сіз егер муфти болып аталсаңыз, біріншіден мына кітапта, шариғатта және жарғыда көрсетілген шарттарды дәлелдеңіз, соған сәйкес екеніңізді. Мына құрылтай болғанда мен ол жердегі қатысқан имамдарға да айтқан, сіздер неге бұл кісіні белгілі бір шарттарға сай ма, сай емес пе? Білесіздер ғой деңгейін шамамен. Неге біреуіңіз тұрып дін ислам үшін сұрамадыңыз? Бәріңіз бір ауыздан, бір солтүстік Кореядағыдай құтты отырып, біз бір ауыздан қолдаймыз деп шықтыңыз мысалы. Бұл үлкен сын. Демек, ол кісілерде де бағанағы бір конформизм, бір интеллектуалды жалқаулық пайда болған ба, білмеймін. Осындай діни исламда қазіргі таңда мына Қазақстан үмметінің ішінде осындай интеллектуалдылық, жалқаулық деп айтамыз ба, еріншектік дейміз ба, осындай конформизм пайда болды. Ойбай, менің михрабым өзіме қалса, мен әйтеуір уағыз айтып жүрсем, ана жәшігім аман болса, келіп жүрген жамағатым аман болса, күн көрем. Ал одан кейін бағанағы шариғаттың шарттары, анықтамалары көп адамды бағана мазаламайтын болған. Сіз неге бізде мүфти сайланбайды, мүфти тағайындалады деп айтасыз? Енді тағайындалатыны анық қой. Себебі сайланса, бірінші сайлаудың процедурасының бәрі дұрыс болатын еді. Екіншіден, муфти сайланған кезде, тағайындалған кезде, о жерде билік өкілдерінің барлығы отырады, министр отырады жауапты, вице-министрлер отырады, анау күштік құрылымдардың бірнеше адамы отырады. Бұлардың бары не үшін отырады? Бұл енді мемлекет зайырлы болғаннан кейін бөлініп тұрмай ма бұл кісілер? Діни бағана ұйымдардың ішкі бағанағы қызметіне араласады. Бұл конституция бойынша тыйым салынған. Әрине, бірақ бағыт берілетіні ол анық. Неге бізде сол кезде ислам ғұламасы жоқ па? Бізде қаншама исламтану докторлары бар. Білімі кәдімгідей бағанағы шариғаттың талабына, жарғының талабына сай. Бір емес, тағы да айтып кетейін. Көптеген исламтану докторлары бар, дінтану докторлары бар, теология докторлары бар. Бұлардың біреу неге сайлауға түспейді? Сол кезде бізде қандай жүйе бұл? Ол кісілердің бәрін ығыстырамыз да, оның орнына не шариғатқа, не кітапқа, не устав жарғыға сәйкес болмайтын тұлғаларды алып келеміз да, сайлап жатырмыз деп бір ауыздан құрылтай өткіземіз. Бұның қай жері легитимді? Бұның қай жері заңды? Біріншіден. Екіншіден, мандат деген нәрсе бар. Мысалға, кез келген сайлауда адам неге сүйеніп сайланып жатыр? Бұл кісінің күші бар ма, Шыңғысхан секілді? Қылыш мандаты бар ма? Жоқ, бұл кісіде пайғамбар білімі бар ма? Уақи алған ба бұл кісі? Немесе бұл демократиялық түрде сайланып жатыр ма? Немесе бұл кісіде ғылыми құзырет бар ма? Міне осындай мандаттар да ескерілу керек. Бізде не пайғамбар емес, не Шыңғысхан емес, не бағанағыдай білім құзырет жоқ, не демократиялық тұрғыдан бірнеше кандидат сайлауға түсіп, сайланған бірде-бір осы уақытқа дейін муфти болған жоқ, өкінішке орай. Осыны талдап айтсаңыз, бағанағы кейбір тұлғалар ренжиді, сен дінге нұқсан келтіріп. Керісінше бұл дінді бұрмалау болып есептеледі. Мен өзім радикалдармен жұмыс істегесін, радикалдар мына ислам дініндегі көптеген терминдерді бұрмалаумен адамдарды адастырады. Джихад терминін бұрмалайды, адамды адастырады. Халифат терминін бұрмалайды, адамды адастырады. Бұл жерде біз ғылыми терминдерді бұрмалап, ана радикалдардан не айырмашылығымыз қалды сол кезде. Сол үшін мен ол кісілерге ұсындым. 2-3 кітап оқып беріңіз. Өзіміздің Орта Азияда дәстүрлі Ханафи мазхабы бойынша, Матурidi ақидасы бойынша өзіңіздің осы жарғы және шариғатқа сәйкес екеніңізді дәлелдеу үшін 2-3 кітап оқып беріңіз, болды. Менің шаруам жоқ, мен теманы жабамын. Бірақ өкінішке орай ол кітаптар оқылмады, менің ұсынысым қабылданбады. Қабылданған жоқ. Жақсы. Осы уақытқа дейін ел арасында Қазақстанда күні бүгінге дейін бірде-бір бас мүфти ол сайланған емес, бас мүфти міндетті түрде ұлттық қауіпсіздік комитетінен тағайындалады деген әңгіме бар. Ол қаншалықты рас? Ол тек қана тәуелсіз Қазақстан емес, жалпы ол Совет үкіметінен бастап келе жатқан үрдіс. Совет үкіметі, мен ол туралы көп айтып едім. Бұл тіпті сонау патшалық Ресейден келе жатқан. Негізінде екінші Екатеринадан бастап келе жатыр бұл үрдіс. Кезінде мұсылмандарды отарлаған Ресей билігі осы мұсылмандарды басқару үшін осындай бір формат басқарған. Басқа елдерде діни басқарма деген дәл осындай мағынада жоқ. Басқа елдерде не бар? Министрліктер бар,
немесе мемлекеттің ішінде кейбір органдар бар осы діни салаға жауап беретін. Ал енді бұл жерде бағанағыдай бір жағынан басқару үшін, екінші жақтан зайырлық принциптер сақтау үшін осындай бір қоғамдық мекемелер құрылған. Бірақ бақылаудағы. Бақылаудағы. Себебі Екатерина заманынан бастап бұл муфтияттарды басқаратын тұлғалар генерал-майор деңгейіндегі тұлғалар болған. Және оларды бақылайтын мекемелер МВД, НКВД, осындай репрессивті органдар болған. Бұл саясат Совет үкіметінде де солай жалғасты. Неге? Себебі ислам діні жалпы идеологиялық қарсылас ретінде қабылданды. Мына пролетариаттың жау ретінде қабылданды. Сол үшін бұл діннің әлеуетін қысқарту, таралту үшін не істенілді? Осындай репрессивтік органға бұл дін тапсырылды. Енді біз тәуелсіздік алдық, 30 жыл тәуелсіз елміз, 30 жылда дінге деген көзқарас өзгерді. Дін идеологиялық қарсылас ретінде емес, керісінше мына мемлекетті құрастырушы бір этно-мәдени бір құрал ретінде қолданыла бастады. Мемлекет мешіттер сала бастады. Бірақ құрал, баяғы құрал қалып қалды. Репрессивті. Осы уақытқа дейін біздің діни басқармада сол күштік құрылымдардың, қауіпсіздік комитетінің бір емес 3 өкілі ресми түрде қызметін атқарып жатыр. Бұл не деген сөз? Қазір мүфти. Қазірдің өзінде 3 тұлға сол жерде бағанағыдай, ол мен емес, бірнеше сарапшылар да айтып жүр, дінтанушылар, исламтанушылар айтып жүр. Бұл не деген сөз? Дін сол баяғы Совет үкіметінің қыспағында қалып қалды. Ол жерде ой дамытатын адамдар емес, керісінше контроль, бақылау, компромат іздеу, біреудің артын бағу секілді процестер бұйрықты бұлжытпай орындау бағанағыдай нелер басым болып жатыр, өкінішке орай. Енді осындай жағдайда репрессивтік болып есептелетін органның қарамағында дін өткеннен кейін әрине ол дамымайды. Ол тұншық тұрып отырады да, сырттан келген экспансия не істейді? Елімізді отарлап, діни тұрғыдан жастарымызды, діндарларымызды адастырады. Сіздің жаңағы айтып кеткен мынау ғылыми құзырет, мынау білім жағынан құзыреттің жоқтығы мәселесіне қайта оралсақ, сіз бірнеше рет жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Құранды қате оқиды және араб тілін білмейді дедіңіз. Бұл қаншалықты бұған сіз жауап бере аласыз осы сөзіңізге? Тағы да айтып кетейін мен сізге. Бұл ақпараттың барлығы өздерінің ресми сайттарында тұр. Мысалға, ол кісілер жұма сайын кейде өңірлерде шыққанда жамағат алдында уағыз айтады. Сол уағыздарда біз сарапшы ретінде тыңдап отырмыз. Ол жерде өте үлкен өрескел қателіктер жіберіліп жатыр. Көрдіңіз бе? Сол үшін біз ол кісінің деңгейін анықтай аламыз. Бұл тағы да жүйенің бір проблемасы. Бізде мемлекеттік басқару жүйесінде діни тұлғалардың діни құзыретіне баға беретін адамдардың қалмағаны. Бізде ғұламалар кеңесі бар емес пе? Енді ғұламалар кеңесі, 2012 жыл мен ол ғұламалар кеңесін муфтиден жоғары бір директорлер кеңесі ретінде ұсынғам. Осылай жасау керек. Кезінде ғұламалар кеңесі деген болған жоқ. 2012 жылы құзыретті органдарға жаздым. Бізде муфтиге сәйкес, анау кітаптағы муфти деген терминге сәйкес тұлға жоқ әзірше. Сондықтан біз не жасайық? Мына коллективна жауапкершілік дейді ғой. Жауапкершілікті бір тұлғадан бірнеше ғұламаға жайып жіберейік. Содан кейін ғұламалар кеңесін құрайық. Ғұламалар кеңесінің авторитетіне мына муфти басқарма басшысы ретінде сүйеніп бағана қызметін атқарсын дедік. Бірақ не істенілді? Ғұламалар кеңесі муфтидің астына енгізілді. Және ол совещательный орган, ешқандай құзыреті жоқ. Және ол жерде тағы бір жүйелік қате, муфтидің сол ғұламалар кеңесіне енгізген адамы ғұлама болып есептеледі, муфтидің енгізбеген адамы ғұлама емес болып есептеледі. Яғни ол жерде сайланбайды, тағайындалады ма? Тағайындалады. Ол жерде мен сізге айтайын, ол совещательный орган, әрине өзінің процедурасы бар шығар. Тағы да айтпайын, бұл жерде де юре, де факто деген нәрсе бар. Заң тұрғысынан мүмкін процедуралар бар шығар. Мысалға құрылтай секілді. Құрылтайға әр өңірлерден делегаттар келеді. Бірақ сол делегаттарды бекітетін қайтадан муфтияттың аппараты. Бір кастада бұл. Баяғы анау көне Египеттегі касталық жретістік бір жүйеді. Басқа адамның ол құрылтайға қатысуы мүмкін емес.
Себебі делегаттарды бекітетін, ұсынатын өкіл имам, бекітетін муфтият аппараты. Тура сол мәселе ғұламалар кеңесіне де байланысты, төралқаға да байланысты. Бұл жерде заңды тұрғыдан бір коллизия бар. Яғни сәйкессіздік бар. Бұл сәйкестіктердің бәрін реформа жүргізу арқылы дұрыстау керек. Бұл кез келген бағанағы заңгерге бұл нені берсеңіз, жарғының ішіне көптеген бағанағы сәйкессіздіктерді коллизияларды айтып бере алады. Мысалға, тағы құрылтайда айттым, төралқа да солай. Төралқаға тек қана муфтидің бұйрығы бар адамдарға ғана түседі. Ғұламалар кеңесіне муфти мақұлдаған адамдар ғана отырады. Бұл сол кезде қайттан сол діни билікті бір адамға авторитарлық түрде бағанағыдай жығып беру бар. Бұл үлкен проблема. Бұл жүйелік қателер бұлар. Және жүйелік қате болғаннан кейін бұл жерде ғылыми құзыретке қаралмай, сіздің танысыңыз болса, сіз өтіп кетесіз. Бағана мен кейбір өңірлерде болам. О жерде имам болу үшін сізде құзырет болу шарт емес. О жерде сіздің бір сенатор ағаңыз болу керек, немесе депутат бір ағаңыз, немесе бір әкімшілікте істейтін бір ағаңыз болу керек та. Ол кісі телефон арқылы шешіп отырады, кімнің қай жерге имам болатынын. Кейбір өңірлерде ондай бар. Трайбализм, непотизм, кейбір жерлерде осының барлығын реформалау керек. Сіз бас муфтиді арабша білмейді, нашар және Құранды қате оқиды бірнеше мәрте сынап жаздыңыз. Сол кезде сіздің сол жазбаларыңызға да пікір қалдырған адамдардың мен пікірін оқып шықтым. Сонда көпшілігі былай дейді, кейбір адамдар. Муфтидің арабша білуі міндетті емес. Ол ең бастысы қазақ тілін таза жетік білсе болды емес пе? Құранды қазақша түсіндіріп берсін. Енді арабша білмейді, Құранды қате оқиды деген бұл тырнақ астынан кіріздімен бір деген пікірлерде кездеседі. Бұған не дейсіз? Астағфирулла. Мен сізге біріншіден айтайын. Кез келген салада өзінің лингва франкасы болады. Мысалға дипломатиялық салада ағылшын тілі, технологияда ағылшын тілі, мына медицинада латын тілі, философияда көне грек тілі мысалға. Ал исламның лингва франкасы араб тілі. Неге? Себебі Құран арабша түскен. Құранда 10-нан астам аятта билисанин арабийин мубин. Бұл Құран таза анық араб тілінде түсірілген деп 10-нан астам аятта айтылады. Бір емес, екі емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қалған бүкіл мұрасы, қаншама жүздеген мың хадистің барлығы араб тілінде бізге дейін жетті. Имам Абу Ханифа дейміз. Біз Қазақстан мұсылмандары Ханафи мазхабын ұстанамыз. Имам Ағзам Абу Ханифа тек қана араб тілінде еңбек қалдырған. Басқа тілде еңбектері жоқ. Төртіншіден Матуриди ақидасы дейміз. Имам Абу Мансур аль-Матуриди өзіміздің Орта Азиядан шыққан үлкен ғұлама. Бірақ ол кісінің жазған бүкіл еңбектер араб тілінде. Тіпті біздің бабаларымыз Абу Наср аль-Фараби, ол кісі де арабша жазған. Ол кісінің кітаптары арабша. Сондықтан бұл жерде ислам дінінің лингва франкасы ол арабша. Қарапайым халық үшін, қарапайым мұсылман адамдар үшін ол тілді білу шарт емес. Ол кісілер бір 4-5 сүре жаттаса, намазын оқитындай бір 4-5 сүре жаттаса жеткілікті, одан пары түседі. Ал ғұлама, муфти, бағана имам болатын тұлға міндетті түрде осы бағанағы исламның көз қайнарларын тіке, оригинал тілде оқу міндетті. Бұл бір. Екіншіден, бұл жарғыда да жазып қойған. Себебі ислам әлемінде кез келген көсемі, кез келген муфтиятты алыңыз, ол елдің муфтиі намаздық арабша оқытайды, хұтпаны арабша оқиды, хадистерді арабша оқып, одан кейін аудармасын түсіндіріп береді. Сондықтан бұл кісілер біріншіден бұл жерде шариғаттың шарттарын бұзып жатыр. Біріншіден. Екіншіден, сол жарғыға сәйкес емес. Үшіншіден, бұл біздің мемлекетіміздің имиджіне үлкен нұқсан бұл. Көрдіңіз ба? Бұл басқа елдермен санаспау, бұл ислам үмметімен санаспау дегенді білдіреді. Тілді білуі міндет. Бұл біздің бағанағы фикх кітаптарында муфтиге қойылған 10 шарттың біреуі. Муфти Құранды білу керек,
кем дегенде мухкам аяттарды білу керек, яғни ішінен үкім алынатын аяттардың барлығын муфти білу керек, хабардар болу керек. Екіншіден сүннетті білу керек, пайғамбарымыздың іс-әрекеттері, сөздері, мойындаулары, сипаттар, осының барлығын білу керек. Бұл кәдімгідей теологиялық бір корпус деп аталады. Осы корпустың иджма дейді, сахабалардың мазхабтарын қияс салыстырмалы түрде үкім шығара білу керек. Мысалға, араб тілін жетік меңгеру керек. Осының барлығы тақуа болу керек, орта жол ұстану керек, пәтуаның өзгеру шарттарын білу керек. Уақиа дейді, қазіргі шынайылықты білу керек. Қазіргі шынайылықпен бұрынғы сол заманда жазылған кітаптармен салыстыра білу керек, орта жолды ұстану керек деген муфтиге қойылған шарттар бар. Бұлар кез келген Ханафи мазхабы, Шафи, Малики, Хамбали мазхабында жазылған. Біздің мазхабта, Ханафи мазхабында муфтиге ең қиын талаптар қойылады. Муфти муштахид болу керек деген. Мен енді ол туралы көп жазбадым, бірақ біздің кітаптарда муфти ғылыми тұрғыдан ең жоғары деңгейдегі ғалым болу керек деген. Енді ол кісінің бірқатар кітаптары да бар ғой шыққан. Енді ол кітаптарды бізде мынандай үрдіс бар, басқа кісілерге жазғызу дегендей. Ол кітаптар бір не істейтін шығар дегенмен, біз тікелей ол кісінің Құран оқып жүргенін, уағыз айтып жүргенін көріп жүрміз. Бізге одан басқа қандай факты керек? Менде тағы да айтайын, бір емес, бірнеше ролик бар. Және ол жерде жасалған қателер өте өрескел қателер болып есептеледі. Аяттардың сөздері жоқ, толықтай. Мағына бұзылады. Аят оқыған кезде мағына бұзылатындай бір қателер бар. Енді Құранда Алла тағала айтқан «Вараттилил Құр'ана тартиля» деген аят бар. Құранды тәртилмен, қатесіз, дұрыс оқы деген бұйрық бар. Сол үшін медресеге барған балаға ең бірінші тәжвид оқытылады. Егер мағынаны бұзатындай деңгейде адам Құран оқитын болса, оның тіпті имамдыққа шығу да дұрыс емес. Кезінде Құранда нелер болмаған, харекелер. Мен бір оқиға айтып кетейін. Харекелер болмаған кезде кейбір ғұламалар хареке қойылуына қарсы болған. Кейін бір үлкен ғұлама Құран оқыған кезде «Иннама яхшаллаха мин ибадихил уламау» деген аятты «Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама» деп қате оқиды. Бұл аятта расында Алладан тек қана ғұламалар қорқады деген аятты ол кісі қате оқиды да не дейді? Расында Алла тағала ғұламалардан қорқады деп оқиды. Содан кейін осыған ғұламалар аса мән беріп, назар аударып, бүкіл Құранға хареке қойып шығады. Неге? Осындай қателер орын алмасын. Себебі осындай қателер намазда оқылса, намазды бұзады. Сол үшін мейлінше осы Құранның өзін дұрыс оқуға тырысу керек. Біздің діни тұлғаларымыз тәжвид, қираат, басқа да бағанағы пәндерде ол басқа елдерден де ұят мысалы. Мынандай деңгейде Құран оқу, кейбір сөздері жоқ толығымен. Кейбіреулер мына сіздің мүфтиді сынағаныңызды өзіңіз мүфти болғысы келеді деп тапсырлайды. Мен енді біріншіден айтайын. Қазақстанда мен діни қызметте болмаған адаммын. Мен қоғамдық бірлестіктерде дерадикализациямен, діни радикалдармен жұмыс жасап келе жатырмын. Және барған өңірде кейбір өкіл имамдар да осыны әңгіме шығарды. Ол біздің немізді тартып алғысы келеді. Мен біреуінен ондай ниетім болған жоқ. Және бұл жерде мен ондай мансапты қалап тұрған жоқ. Қаласам оның басқа әдіспен баратын едім мен. Бұл ашық сын емес, басқа әдіспен, баяғы өзіміздің Қазақстанда қалыптасқан әдістер бар. Жағымпаздық, бағанағы басқа бір ходтарды іздеу секілді мен әрекет жасайтын едім. Демек сіз мүфти түгілі имам да болуға құлқыңыз жоқ па? Имам да болуға мен талпынбадым. 5 жыл Ақтөбеде істедім. Басқа көптеген жиындарға қатыстым, біраз адамдармен араластым. Бірақ бір ретті өзімнің бағын алға қойып, давай статусымды діни қылыңдар, немесе бүйтіңдер деп айтпадым. Неге? Себебі бұған лайықты бізде тағы да айтып кетейін. Көптеген ислам уламалары бар, ислам тану докторлары бар. Көрдіңіз ба? Бір адам емес бізде. Ана сайлауға бір адам түседі ғой. Ол үлкен қате. Бізде көптеген ислам бұрын болмады, қазір бар бірақ.
Қазіргі бас мүфтиді сынағаныңыз үшін сізді қазір көп жерге шақырмайтын болыпты, дәріс оқуға да шақырмайтын болыпты деп естіп жатырмыз. Ол рас па? Ол енді фактически рас шығар. Себебі мен бұрын бүкіл өңірлерге шығып, имамдар болсын, ақпараттық түсіндіру топтарының мүшелеріне, сотталғандарға өте жиі іссапарға шығып, лекция, дәріс оқитын едім. Қазіргі таңда енді бұл шамал тоқтап қалды. Енді нақты кейбір әріптестеріміз айтады, сол орталықтан осындай бұйрық келді. Бұл адаммен не істемеңдер. Кейбір мекеменің адамдары тіпті шақырып кешірім сұрады. Бұдан кейін сенімен жұмыс жасай алмаймыз. Себебі орталықтан мынандай бұйрық келді. Сізбен жұмыс істеуге тыйым салған ба? Тыйым салған секілді енді. Мен нақты қолымда қағаз болмағасын айту қиын, бірақ тағы да айтып кетейін. Көзбе-көз ауызша айттыңыз. Ауызша айтылды. Бір емес, бірнеше жерден айтылды. Мен енді қолымнан келгенше практикалық түрде, теория тұрғысынан өзімнің білімін мамандарға жеткізуге тырыстым. Бірнеше кітап жаздым сәләфизм туралы, әдістемелік құрал жаздым, радикалсыздандыру бойынша. Сондықтан осы еңбектер пайдалы болады деп есептеймін. Ал енді өзім басқа да теориялық жұмыстар бар, солармен айналысып жатырмын. Әлеуметтік желіде соңғы кездері сізді сүлейменші деп айыптағанда жазбаларды көзім шалып қалды. Енді ондай айыптаулар көп. Жалпы тек қана белгілі бір жамағаттың өкілі ретінде емес, тіпті мен кезінде Ресейде имам болдым. Сол жақтың кейбір күштік құрылымдардың мүшесі, тіпті кейбір фантазиясы қиялы кішкене кең болған тұлғалар тіпті Америкаға дейін мені апарып ұстап жатыр. Ол ағымдардың біреуіне ешқандай қатысым жоқ. Қатысым болса, ол кісілерге айтам, факт әкеліңіздер, пожалуйста, одан кейін сөйлесейік. Ал енді исламда жалпы ереже бар, фиқхи кулли қағида деп есептеледі. Әл-баййинату лил-муддаи уәл-ямину аля ман анкара. Баййина, дәлел, дәйек келтіру айыптаушы тарапқа жүктеледі. Ал айыпталған тарап, егер дәлел, дәйек келтірілмесе, ант етуге мәжбүр. Сол үшін мен кезінде ол кісілерге валлахи биллахи ешқандай сырттың ағымына, немесе бір күштік құрылымына, немесе бір жобасына, не бір Америка, не бір Ресей, не де басқа мемлекеттің жобасына жұмыс жасамаймын деп айтып қойған. Ал ол кісілер пока дәлел келтірген жоқ. Көрдіңіз бе? Сіз жаңағыныз бір сөзіңізді мен мүфти түгілі имам болғым келмейтін адаммын дедіңіз, бірақ Ресейде имам болдым дедіңіз. Ол қалай болды? Ресейде имам болдым, себебі мен енді Көкшаудың тумасымын. Мектепте орысша оқыдым. Орысша оқығаннан кейін сол жақта бір досым муфтиятында жұмыс істеген. Осы біздің жаққа келіп жұмыс жасамайсың ба дегесін. Әрине бардым, Волгоград қаласында 2 жылдай имам болдым. Ол жерде ресми муфтияттың бұйрығымен, кәдімгідей корочкамен Қазақстанның азаматы болсам да, ол кездегі заңдар оған рұқсат береді. Мен ресми түрде имам болдым. Одан кейін Мәскеу қаласында Мәскеу ислам колледжінде ұстаздық қызметін атқардым. Сондықтан бұл енді бірақ бұл бұрын болған, кейін Қазақстанға келіп басқа жұмыстармен айналыстым, кәсіппен айналыстым. Содан кейін 2011 жылы Ақтөбеде, Атырау жақта теракттар болғаннан кейін мен кезінде 2006 жылы сәләфизм туралы кітап жазған болатынмын. Сол кітаптың авторы қайда деп шақырылдым. Содан кейін осы 2011 жыл бастап қайттан осы діни салаға кірістім. Діни саланың ритуалдық жағына емес, дерадикализация, терроризм, экстремизм саласына еңдім. Енді ол салада жүргесін көп жақтарға талдау жасауға тура келді да. Бұл неге осылай? Біз неге салдарымен күресіп, мына террористер неге бітпей жатыр? Жыл сайын неге 200 адам сотталып жатыр? Бұның себебі қай жерде жатыр? Міне осыны талдаудың бәрін айта бастағаннан кейін, бағана кейбір элитаның мүдделі тараптары жақтырмады ма білмеймін, кішкене ығыстыра бастады. Сонда олардың саны неге көбейіп келе жатыр? Неге азаймайды? Сол идеологиялық тұрғыдан ол кісілерге тұшымды бір жауап берілмей жатыр. Оған тағы да айтайын, ғылыми құзырет керек. Мысалға сәләфизм деп айтып жатырмыз ғой. Сәләфизм туралы жазылған бір мықты еңбекті көрген емеспін мен. Жалпы сәләфизмнің басты бір 3 белгісін айтыңызшы. Сәләфизмнің бірінші белгісі мына таухид деген ұғымды деформациялау арқылы, таухид деген ұғымды қолдану арқылы
мұсылмандарды тәкпірлеу, такфир жариялау мұсылмандарды. Екіншісінен мұсылманды өзінің болмысынан, өзінің тамырларынан ажырату. Бұл екіншісі. Ұлт, мәдениет, отбасы, тарих, тіл, салт дәстүр осының барлығынан ажыратып, бұл шынайылықты, қоршаған ортаны жау ретінде жариялау. Ол сіздің салт дәстүріңізді менсінбейді. Ол мазхабыңызды бидғат деп есептейді. Имамыңызды бидғатшы, әке-шешесін кәпір, немесе бидғатшы, немесе адасқан болып есептейді. Отбасы, туыстарына қарсы шығады. Осының барлығынан тамырларынан ажыратады. Бұл декультурация религия дейді, яғни дінді мәдениеттен ада ету, ажырату. Соның арқасында адам өзінің тамырларынан ажырағаннан кейін ол кез келген Сирия, Вазиристан, любой жерге кете береді. Неге? Ол тамырларынан ажыраған адам. Бұл екінші сипаты. Енді үшінші сипаты бұл табди деп айтылады, мұсылмандарды бидғатпен айыптау. Және бағанағы бидғат, халифат, джихад, фәтх, ғазават секілді терминдерді бұрмалау арқылы оларды саяси мақсатта немесе басқа да қылмыстарды ақтау мақсатында қолдану. Жаңағына сіз айтқансыз сүлейменшілер бар, одан басқа гүленшілер деген бар, нұршылар деген бар. Енді бұл енді менің білетіндерім, естігендерім. Одан да басқа мана бір сөзіңізді айттыңыз, 30 шақты түрлі ағымдар, түрлі қоғамдық ұйым ба, басқамен ба жұмыс істеп жатыр, жазып қойып атаулармен. Енді солардың немен айналысып жатқанда бір ревизия жасап жатқан біреу бар ма? Бүкіл діни саладағы субъектілерге, барлық жамағаттарға ғылыми инвентаризация жасау керек. Бұны құқық қорғау органдарына ұсындым. Біздің жауапты ведомстволарға ұсындым. Бұны жасау керек. Тіпті ең жоғарыдағы отырған бағана басшыларға да ұсындым. Бұны жасау керек. Ғылымға негізделген саясат болу керек бізге. Ал бізде қазір не? Бір жамағат келеді, сіздің ол жамағатқа симпатияңыз бар, сіз оған жол бересіз. Екінші жамағат келгенде сіздің оларға қарсы антипатияңыз. Жеке тұлғалық, ғылымға негізделген емес, бір зерттеудің нәтижесінде емес. Сіздің жеке антипатияңыз болады да, сіз оны шектеп тастайсыз. Сондықтан осы жерде бір объективті жұмыс жасалу үшін не істенілу керек? Ғылыми толық инвентаризация жасалу керек. Ол кісілердің дүние танымы, теологиялық көзқарастары, саяси көзқарастары, қызмет алаңдары, қандай вывескамен жұмыс жасап жатыр. Осының бәрі ғылыми, объективті талдаудан өткізу керек. Содан кейін жеке тұлғалардың симпатия, антипатиясы емес, кейде коррупция емес, парақорлық емес, ғылымға негізделген саясат болу керек. Ал қазір ол жамағаттардың барлық 2011 жылдан бастап белгілі бір заңның шеңберіне енгізілді. Яғни діни қызмет, діни бағанағы жоралғылар тек қана діни бірлестіктермен жасалу керек. Ал енді бұл мекемелер біреулері тіл курстарын ұйымдастырып жатыр, тағы біреулері қайырымдылықпен айналысып жатыр, тағы біреулері тағы басқа саламен айналысып жатыр. Осының барлығы өзінің қызметін заңдастыру үшін не істейді? Бағанағы жол іздейді. Қалай заңдастырамын мен? Жол іздегеннен кейін оның ішіне коррупция да кіріп жатыр, коррупциялық жолдармен, оның ішіне лобби кіріп жатыр, оның ішінде шетелдік бағанағыдай мекемелерден хат келеді бізге. Мысалға, мынандай неге қысым көрсетіп жатсыңдар, бұларға жол беру керек дегендей осындай әртүрлі нелерді қолданады, әдістер. Сол үшін бұл әдістердің бәрін қолданбау үшін бізде объективті, пайдасы бар ма, зияны бар ма? Қай жағы пайдалы, қай жағы зиянды? Осының бәрін бақылайтын, тіпті олардың қызметіне пәтуа шығара алатын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы не істеп отыр? Оны білмеймін. Кезінде мен муфтидің кеңесшісіне ұсынғам, осыны жасау керек. Сіз бұл жерде мүдделі орын болу керексіз. Себебі жамағат сіздікі, мына жамағаттарды бұл халықаралық жамағаттар өздерінің артынан алып кетіп жатыр. Жамағат, сіз кезінде монополист болдыңыз, қазір сол монополиядан ажырап 30 жамағат өз елімізде қызметін атқарып жатыр. Сондықтан бұған ғылыми инвентаризация жүргізу үшін сіз бірінші мүдделі болу керексіз деп айтқам. Бірақ өкінішке орай ондай талдау сұранысқа ие емес, ондай зерттеу сұранысқа ие емес. Біріншіден айыптайды, одан кейін қыспаққа алады, одан кейін белгілі бір мүдделі тараптар бұны қолданып, бағанағыдай
меморандумдар жасалады. Ол туралы да мен пост жариялағанмын. Тіпті кейбір сәләфиттік институциялармен кезінде муфтият не жасаған? Меморандум жасаған. Меморандум жасаған. Осының бәрі, мысалға мен бір мысал берейін. Өзіміздің оңалту саласында бір оңалту орталығы ашылды республикалық деңгейде. Ол кезде ашылған кезде бірінші жылдары ол орталыққа кілең бағанағы Александрийский сәләфиттер жұмысқа алынды. Содан кейін не істейді біздің муфтият? Bir күнде ана кісілерді ешқандай сараптамадан өткізген жоқ. Мен қатты ренжідім ол күні. Ешқандай сараптамадан өткізбей меморандумға қол қойып, ол кісілерге түрмелерге жол ашып берді. Сәләфиттер кәдімгідей кезінде бағанағы Александриялық сәләфизм бағытын журналдарда кітап жариялап таратып жүрген адамдар түрмелерге доступ алды. Сол жерде уағыз айтты. Бұл енді кәдімгі жауға қаланың қақпасын ашып берген адамның қылығымен бірдей. Өкінішке орай. Ал өздерінің имамдарын жыл сайын сараптамадан өткізеді, ал сол орталықта жұмыс істеп жүрген сәләфиттерге тістері батпады. Неге деген сұрақ туындайды бұл жерде. Енді осы жерде жаңағы жылда сараптамадан өтіп жатқан имамдарға келейікші. Мешіттерде қазір мысалы бейнероликтер көп қой. Мынау 72 қорғыздар туралы, ана дүниедегі тағы да басқа сондай бір кереметтер туралы көп айтылады. Әрине. Бұл не нәрсе? Бұл өкінішке орай бір дисбаланс пайда болды. Мен ол туралы да бір пост жариялағам. Ислам діні жалпы өмірді бір позитив ретінде қабылдайды. Ал өлімді бір сынақ ретінде қабылдайды. Мына деструктивті ағымдарда халықты қорқыту үшін, адамды өмірден бездіру үшін не істейді олар? Бұл екі ұғымның орнын алмастырады. Өмірді негатив ретінде көрсете бастайды. Бұл өлім малғұн, бұл дүние жалған, бұл дүниеде бағана бақыт жоқ, дүниеде рахат жоқ депті. Ал енді рахаттың барлығы о дүниеде. Сол үшін сен жалпы кейбір хадистерді спекуляциялық тұрғыдан қолданады ол кісілер. Пайғамбарымыздың дүния сижнул муъмин, дүние мұсылманның зынданы секілді хадистерді қолданады да, не істейді? Сен бұл зынданнан шығып кету керексің дейді. Бұл сенің зынданың. Бұл кейбір бағана аят хадистерді бағана контексттен шығару арқылы осындай манипуляция жасалады. Енді ислам дінінде жалпы тағы да айтып кетейін, өмір бұл позитив. Өмір Алланың неғметі. Бала-шаға, денсаулық, білім, амал, осылардың барлығы Алланың берген адамға неғметі. Адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ла ятаманна ахадукумул маута". Ешбіреуіңіз өлімді аңсамасын дейді. Өлімге жүгірмесін дейді. Жаумен бағана бір майданда кездесуді қаламасын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Себебі өлім, қателеспесе Мұхаммед пайғамбардың мұсылман осы өмірдің де жақсы болуын, ана өмірдің де жақсы болуына ұмтылу керек деген бір сөзі бар. Дұға, бұл Құранның дұғасы, бұл балансты орнататын аят. Мұсылмандар кез келген бата бергеннен кейін Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар деп дұға жасайды. Я Алла, бізге осы дүниеде де жақсылық бер, ахиретте де жақсылығыңды бер. Және бізді тозақ отынан сақта деп дұға жасайды. Кез келген біздің қазақтың ақсақалы бата бергеннен кейін осы дұғаны оқиды. Бұл аят. Енді бұл бір баланс. Мұсылман адам осы өмірді де қастерлеу керек, осы өмірді бағалау керек. Сонымен қатар ертең Құдайдың алдында ақиретте жауап берем деп жауапкершілікті сезіну керек. Бұл деструктивті ағымдар не істейді? Бұны өмірді негатив қылып жібереді. Өмір деген ол еш нәрсеге тұрмайтын нәрсе, сен тезірек шығып кет, бүйт, сөйт деп адамды өлімге қарай итермелейді. Радикалды біз кездесіп жүрген террористердің барлығы өлімге жүгіріп жүрген адамдар ғой. Саясаты сол ғой. Сонда ана дүниенің қызығын уағыздап жүрген біздің мешіттегі молдалар мына радикалды топтың командасында ойнап жүрген адамдар сияқты болып тұр ғой. Енді ол риториканы өзгерту керек деп мен бүкіл өңірлерде имамдарға семинар оқығанда әдіс ретінде айтқан. Менің әдістемелік құралымда радикалдарды оңалту үшін бір әдіс радикалды өлім культынан шығарып, оны өмір культына жақындату деген әдіс бар. Осы өмірдің қызығына. Осы өмірдің қызығы да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хуббиба илайя мин дуниякум салас деген хадисі бар. Менің осы дүниеден жақсы көрсетілген нәрселер бар. Пайғамбар көп нәрселер жақсы көрген.
мен сені жақсы көрем деген, мен сені жақсы көрем деген хадистер өте көп. Сахабалар мен сені сыйлаймын, мен сені жақсы көрем. Әйеліне айтқаны бар, достарына айтқаны бар. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да осы дүниеге байланысты кейбір нәрсеге махаббат берілді. Енді осының бәрін кім беріп тұр? Осы махаббаттың барын Алла тағала пайғамбарына беріп тұр. Ал біздегі дискурс не істеп кеткен? Радикалдардың несіне қалай жығып кеткен ғой? Кең өмір негатив болғаннан кейін адамда қолдан бір депрессия жасалады, стресс жасалады. Адам сол депрессиядан қашу үшін оған есік көрсетіледі. Сен өлсең, бағанағыдай шахид деген сөзді бұрмалайды, джихад деген сөзді бұрмалайды, халифат деген сөз. Сол арқылы сен шығып кетсең, осы стресстен, осы депрессиядан құтыласың деп айтады. Сондықтан бұның бәрі дұрыс емес. Мұсылманда өте дұрыс талап, ниет болу керек, қайрат жігер болу керек. Мұсылман Алланың берген осы неметтеріне қуанып, шүкіршілік жасау керек. Жақсы. Асеке, исламның 5 парызының бірі бұл қажылыққа бару, шамасы келсе. Енді осы тұрғыда мынандай ой туындайды, неге бізде қажылық қымбат? Салыстырсаңыз, тіпті орталық Азия елдеріндегі біздің көршілермен салыстырғанда Қазақстанға да қажылыққа бару қымбат. Бәлкім осы жағын сіз білетін шығарсыз. Осы жағын мен осыдан шамамен 1 жыл бұрын жазғанмын. Тіпті осыдан бірнеше жыл жауапты министрге кіріп, 2 қағазды апарғанмын. 2 қағаз. 2 распечатка. 2 билет. Бірінші билет Қазақстаннан бағана Сауд Арабиясына өзіміздің Скат және Flynas деген 2 не бар, фирма бар. Солардың билетін шығарып алдым. $1800 тұрады. Қажылық бағанағы сезонында барып келуге. Неше жыл бұрын бұл? Осыдан бір 4-5 жыл бұрын. 4-5 жыл бұрын. Екінші қолымдағы распечатка билет Нью-Йорктан Air Etihad, флагман болып есептелетін Air Etihad арқылы қажылық сезонында Нью-Йорктан қажылыққа барып келу. Мынау билет $1150, Нью-Йорктан флагманмен Etihad Air, мына жақта өзіміздің бағана Скат пен Flynas, лоукостер. Сол екеу, мына жерде $1800, мына тұрған Саудия. Мына жерде анау океанның, мұхиттың ар бетіндегі Нью-Йорктан келе жатқан қажы $1150 төлейді. Сол кезде Etihad қайда, Скат қайда? Скат қайда? Көрдіңіз ба? Сол кезде менде заң сұрақ туындайды ғой. Мына неге осылай? Сосын мен мына көрші елдерге барып лекция оқып жүрдім. Өзбекстанға бардым, ислам академиясында дәріс оқыдым. Қырғызстан еліне бардым, Ресейге бардым, Дагестанға бардым. О жақтарда қажылықтың құны 3400, ары кетсе бізде 5000-нан басталады. О кездегі бағана комфорт дейді ма, не дейді? Бағанағы пакет. Экономик пакет. Сол кезде қарасам, біріншіден бізде билеттің құны олардан қымбат. Ұшып атқан самолетіміз лоукостер. Екіншіден бізге мына хат-чек деген нәрсе бар. Біз үшін мына басқа елдерден гөрі қымбат. Ол не нәрсе? Ол енді әрбір қажыға төленетін хат-чек деген нәрсе бар. Қажылық фирмалары. Ол бізде қымбатырақ ана елдерден. Сол кезде мен айтамын ғой, жылда қажылық миссиясы Саудияға барып келіссөз жүргізеді. Қажылыққа бармай тұр. Бұл кісілер қандай переговорщик сол кезде? Қандай келіссөз жүргізіп жүр? Билетін қымбат, хат-чегін мына көршілерімізден, олар да тура осындай неде қашықтықта орналасқан көрші елдеріміз. Тіпті Ресейде де арзан бізден. Бізден ұзағырақ болған Ресейден қажылық бізден арзан. Осы сұрақтар туындайды. Неге қымбат сонда? Бұл мәселені мен неге де жаздым? Дін істер комитетіне де жаздым. Ол жақтан жауап келді, бірақ жауап келген хат менің басымда одан артық көбірек бағанағыдай сұрақтардың туындауына себеп болды. Себебі Сауд Арабия бүйтті, Сауд Арабия бұйырды, Сауд Арабияның талабы осындай деген бір фаталистік жығылып қалған бір көзқараспен жазылғанда ана хат. Біз емес. Сонда Сауд Арабиясының Қазақстан мұсылмандарына деген көзқарасы ерекше басқа болып тұр. Сондай бір ерекше секілді болып тұр да. Бұл жерде мен де ойлаймын, шамалы бір спекуляциялар, бір көлеңкелі бір операциялар бар деп ойлаймын. Осының бәрін реттеу керек. Ана миссияға кіретін, қаржылық миссиясына кіретін тұлғалар келіссөз жүргізгенде мына көршілерден ақпарат алуға болады ғой. Неге мына біздің көршіміз, мына Ресей болсын, Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, оларға осындай бағада, бізде неге осындай баға? О жерде әртүрлі сылтаулар айтылады.
сылтаулар айтылады. Бірақ кешіресіз, билеттің құны басқа бағанағы ұзақ аралдардан гөрі қымбатырақ болып шығып жатыр. Бұл үлкен Мальдив аралына барып келу арзанырақ. Иә, Мальдивға барған арзан болып тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан осының бәрін тағы да айтайын, реформалау керек. Бұл жерде Қазақстан мұсылмандарының мүддесін, қажылыққа барып жатқан қажының мүддесін қорғау керек. Бұл жерде біз неге осындай бағанағы бір күмәнді бір операцияларға жол береміз? Ана нені толтырмай жатамыз кейде берілген квотаны. Мысалға, ислам әлемінде 1 миллион халыққа, мұсылман халыққа 1000 квота беріледі. Біздің негізі Қазақстанның квотасы шамамен бір 12-13 мың болу керек. Бізден барып жатқан осы қымбатшылықтың арқасында 3-4 мың ғана барады. Ал енді мына көрші Ресейді білемін, мен Дағыстанда барып, Дагестан Ислам университетінде лекция оқып келдім. Дағыстаннан білмеймін, 10 мыңдай қажы барады. Алақандай ғана Дағыстан. Дағыстаннан 10 мыңдай қажы барады. Неге? Ол жерде бағанағыдай көлеңкелі ешқандай операция жоқ. Билеттерді бағанағы 2 есе қымбат сату деген фактылар жоқ. Қол жетімді халық өзінің исламның 5 парызының біреуі болған қажылығын емін-еркін барып орындап келеді, қиналмай. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанындағы зекет қоры бар, басқа да қорлар бар. Соның төңірегінде де мысалы алып қашпа әңгімелер өте көбейіп кетті. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына түсетін қаржыны жаңағы жұмсау, оны жаңағы жария ету тұрғысынан өзіңізде бір ұсыныстар бар ма? 2018 жыл болу керек. Сол кездегі муфти мені шақырып алып, осы ашықтылық және халық алдында есеп беру туралы бір жоба жазып бер деді. Бұл кезінде бізде мына революциядан бұрын болған нәрсе мутаваллият деген. Сол мутаваллиятқа байланысты мен бір қағаз жазып ол кісіге ұсындым. Біріншіден, мына қазір QR код деген нәрсе бар. Қазір мына карточка деген нәрсе бар. Apple Pay деген нәрсе бар. Мына жәшіктерден құтылатын уақыт келді. Андай үлкен бір жәшік емес, кәдімгідей қазір QR кодпен адамдар төлеп жүр. Осындай нәрселер неге енгізбеске? Ол бірінші кезекте ашықтық, оның бәрі. Себебі кез келген ақша жүретін жерде 2 проблема болады. Қолма-қол ақша бірінші проблема. Ол бағанағы қолма-қол ақша болған жерде уже бәрі болады. Оның есебі қиын дейсіз ғой. Есебі қиын, оны бақылау қиын. Екінші сговор дейді. Ол ақшаны ашатын адамдардың келісіп алуы. Осы 2 нәрсені болдырмау үшін бірінші барлығын цифрлық сандық жүйеге ауыстыру керек. Жәшіктердің мейлінше азайту керек. 1-2 ақсақал үшін мүмкін бір жәшікті қалдыру керек шығар. Бірақ қалған қазір әрбір адамның телефонында QR код бар, бағанағы Home Bank қосымшалары бар, әртүрлі қосымшалар бар. Ешқандай жәшікке бағана қолма-қол ақшаны санатқызбай, ашық түрде. Мұфтиятты цифрландыруды сынады екенсіз. Әрине, бұны 4 жыл бұрын ұсындым. Қазір емес, бұл кәдімгідей менде жобасы бар. Муфтиге, хазіретке ұсынылады, осындай жасау керекпіз. Екіншіден, мына діни басқарманың қызметін 3-ке бөлуді ұсындым мен. Біріншіден, діни ағарту жағы, екіншіден, шаруашылық жақ, үшіншіден, мына өмірдің циклдеріне байланысты ритуалдық жақ. Діни ағарту жағын имамдар атқару керек. Мына шаруашылық жақты мутавалли, қоғам белсенділері, соларға тапсыру керек. Мына мешіттің шатыры ағып жатыр, дәретханасында су жоқ, анау жер кетіп қалды, мына жер сынып қалды деген нәрсемен бағанағы неге зейнет жасына жеткен жамағаттар бар. Сенімді, сол кісілерге шамалап беру керек та. Үшіншіден, мына адамдардың өмірлік циклдеріне байланысты туу бар, жаназа бар, неке бар. Осы ритуалдарды да бір белгілі ақсақалдарға тапсыру керек. Оларды оқытып, тоқытып, бағанағы. Ал имамдар, діни кадрлар, олар таза бағанағыдай дінмен айналысу керек. Бағанағы радикалды ағымдардың алдын алу керек. Халыққа дұрыс ақпарат беру керек. Талдаумен айналысу керек. Кітаппен айналысу керек. Нақты шариғатта көрсетілген қызметпен айналысу керек. Шелпек молдаға айналып кетпеу керек дейсіз ғой. Әрине. Ритуалды бір молдаға айналып кетпеу керек. Ритуалда керек. Әрине, бұдан барлығы бас тартсын деген емес. Бірақ ақсақалдарымыз бар мешітте. Үйде бос отырмыз алға. Ол кісілерге үйретіп, ол рәсімдер олар қайталанады. Оған бір жаңашылдық, бір талдау жүрудің қажеті жоқ. Жаназаның несі бірдей.
бағана некенің рәсімі бірдей. Соны бір үйреткеннен кейін сол кісілерді алға шығарып, ал енді діни тұрғыдан экспансия деп жатырмыз, діни отарлау процесі деп жатырмыз, жамағаттар деп жатырмыз, осыларға талдау жүргізу деп жатырмыз. Осылардың барлығы діни кадрлардың қолында болу керек деп ойлаймын. Ол ұсынысымда ол бар, сондықтан ашықтық керек. Ашықтық болса халықта сенім артады. Мына жамағатта сенім артады. Мына радикалдардың өзі ойланып қалады. Мына кісілерде ашықтық бар. Бірақ осы уақытқа дейін діни басқарманың не бюджеті, не бір қорының бағанағы есебі жарияланған емес. Жарияланса, бұл қазіргі заманның талабына бір жақсы әрекет болушы еді. Асеке, енді мынау біразға дейін барған секілдіміз, сұхбатымызды қорытындыласақ, менің түсінуімше қазіргі кезде елімізде діни радикалды ұйымдар тарапынан өте үлкен зор қауіп төніп тұр. Әрине. Ол қауіпті сейілту үшін, олармен күресу үшін бізге бірінші кезекте діни басқармаға реформа керек, сонымен бірге білімді имамдарды көбейту керек. Дұрыс айтасыз. Солай ма? Біріншіден, кез келген қақтығыс бірінші мына баста пайда болады. Сол қақтығыспен, қақтығыс, зорлық, зомбылық актілерін айналмай тұрып, бұнымен жұмыс істейтін бағанағы қоғам белсенділері, діни бірлестіктер сол бастың ішінде жұмыс жасау керек. Дүниетанымды реттеу керек. Сол үшін сол дүниетаныммен, сол категориялармен жұмыс жасай алатын тұлғалар менеджмент келу керек. Сауатты, заман талабына сай жұмыс жасай алатын, қазіргі мына технологияны қолдана білетін, қазіргі болып жатқан қоғамдағы дінге байланысты болып жатқан сұрақтардың бәрінде дер кезінде кеш қалмай жауап беретін осындай бізге мықты менеджмент керек. Яғни арнайы жасақ спецназдың орнына бірінші кезекте имамдар жұмыс істеу керек. Автоматпен соғысқанша олармен біліммен соғысу керек дейсіз. Бізде керісінше болып кеткен. Бүкіл бағанағы жүйе терроризм, экстремизмнің салдарымен күресіп кетті да, мұна алдын алу, профилактика деген нәрсе қалып қалды. Бұл және түп тамыры сол күйі. Түп тамыры да сол қалды. Сондықтан сауатты менеджмент керек. Еліміздің діни қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатын мықты ғұламалар, аналитиктер, талдайтын ғалымдар, журналистер, имамдар, исламтанушылар керек, саясаттанушылар. Себебі бұл жерде дінді саяси және бірге жұмыла жұмыс істеу керек дейсіз. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет Асеке бүгінгі сұхбатыңызға. Құрметті достар, егер бұл сұхбат өздеріңіз көңілдеріңізден шықса, төменде лайк басып, әрине және пікір қалдырып кетулеріңізге әбден болады. Сонымен бірге бүгінгі қозғалған тақырып бойынша, егер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан біз өзіміз айтарымыз бар, бізде шығамыз десек, мархабат, біздің майдан алаңымыз әрқашан ашық, бұл ашық пікірталас алаңы. Олай болса, құрметті достар, осымен сіздермен қоштасамыз. Өздеріңіз және адамгершіліктерін сақтаңыздар.